Айттау мәселесі. Айт күні айттағанда ең бірінші үй ол қара шаңырақ болады. Қара шаңырақ деген сөз ата-анаңыз, үлкен кісілер, ата-әжелер қайсы үйде орналасты, қайсы үйде тұрып жатыр, қай баланың қолына сыйымды болды, сол қара шаңырақ болады. Ауылдағы, колхоздағы үйіңіз қара шаңыраққа өтпейді. Ол қара шаңырақ кетті, ол же болды. Қай үйге ата-ана сыяды, мейлі ол қыздың қолына сыйса, қыздың үйі қара шаңырақ болады, ортаңғы ұлға сыйса, ортаңғы ұлы қара шаңырақ болады. Яғни соған қарай мәміле жасалынады. Екінші, үлкендеріңізге кіріп бастайсыздар. Сол әулеттің үлкені кім? Сол үлкеннен басталасыздар. Үшіншісі, ауру сырқаулар. Ауру сырқау көңілінде кішкене қаяуы бар, кірбіңі бар адамдардың үйіне кіріп көңілін сұрап, жағдай сұрасуға тырысыңыздар. Келесі, көршілер. Көршілердің өзіне кіріп шығымыңыз барға кіресіз. Сізді шақырған, біздің қазіргі замандағы көршілерді телефон арқылы шақыру керек, құрметті ағайындар. Аты жоқ, жөні жоқ, мен көршімін деп біреудің үйін тақылдатып, баса көктеп 6 үй 7 үйге кіру деген түсінік жоқ. Егер сізді қаламаса, біреудің үйіне айттаған осы екен деп, біреудің үйіне кіріп шығуымыз дұрыс емес. Одан кейін айттаған кезде Құран оқып бата қыласыз. Одан кейін отырып алып, ананы айтып, мынаны айтудың қажет емес. Тек қана дұға тілек жасап, жылдамдап шығуға тырысыңыздар. Отырып алып, өткен айтта келгенде посуда жоқ еді, посуда сатып алыпсыңдар ғой, дивандарың жоқ еді, диван алыпсыңдар, құтты болсын деп сынап отырудың керегі жоқ. Біреудің үйіне кірген кезде соқыр болып кіріп, мылқау болып шығыңдар деп айтылады. Сол үшін айт күні бір-бірлеріңізге тек қана жақсылық болған жасаңыздар. Енді айт күні шақырылмаған, іс сапарда болған, жұмыста болған, басқа жағдайда болған адамдарға реніш білдірудің қажеті жоқ. Міне сол нәрсеге ықтияттық жасаңыздар.